қан қысымы ол тек қазақтарға ғана тән ауру емес. Гипертензияға шалдыққан адамдар өмір бойы дәрі ішу керек. Дозасымен жеткілікті деңгейде дәрісін ішіп отырса, оның организмге тигізетін зияны, ми, жүрек, бүйрек, тағы басқа органдарға тигізетін зиянды әсері. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін біздің қонақта Қан қысымының өзі жалпы ғылым жөнінен айтқан екі түрге бөлінеді. Біреуі бірінші реттік, яғни дербес қан қысымы, екінші біреуі белгілі бір аурулардың себебінен болатын екінші реттік қан қысымы дейді. Жалпы алғанда қан қысымының 95%-ға жуығы осы жаңағы бірінші типке жатады. Яғни бірінші реттік, яғни дербес қан қысымы дейді. Дербес қан қысымы дегеніміз оның қазіргі заманғы зерттеу техникаларымен зерттегенде оның ешқандай бір ерекше бір себептері анықталмаған қан қысымын дербес қан қысымы дейміз, ал белгілі бір себептен пайда болатын қан қысымы ол екінші реттік дейміз. Онда бұл себептерін жойсақ, қан қысымы да өзінің қалпына келеді деген сөз. Ал енді бұл біздің 50-ден асқан адамдарда қазақта қан қысымының көбейгені рас. Оның бірнеше түрлі себептері бар. Біріншіден, біздің қазақ халқының тағам мәдениетіне тікелей қатысты бар. Біз енді етті, майды көп жейтін халықпыз. Екіншіден, қазақтың дәстүрлі ұлттық тағамдарына тән емес тағамдар. Мәселен, бұрын қазақта қантты көп жемеген. Ал біз әзірге қазақтардың өмірінде қант батыс Еуропамен қарайлас деңгейде, еуропалықтармен қарайлас деңгейде тұтынамыз. Сондықтан осы екі түрлі фактор біріккеннен кейін организмдегі семіруді пайда қылады. Ал қандағы глюкозаның көтерілуін пайда қылады, қандағы майлардың көтерілуін, яғни гиперлипидемия деген аурулар пайда қылады. Осыдан барып қанның тұтқырлығы көтеріледі. Қарапайым сөзбен айтқанда. Содан барып қарапайым халықтарда қан қысымының бұдан бұрында өзінде белгілі деңгейде фамилиалдық, мысалы қан қысымының жоғарылығына бейімді адамдарда бұндай ауруға оңай шалдығады. Қалында фамилиялық дегеніміз не? Фамилиялық дегеніміз қазіргі ғылымда қан қысымын генетикалық деп айтудан айтады, бірақ тым дәріптеп кетпейді. Себебі генетикалық ауру деп айтса, оның екі түрлі себебі бар айтпайтын. Біріншіден, генетикалық нақтылы белгілі бір ген топтарын мынау қан қысымының жоғарылауына, яғни гипертензияға тән деп әзір ешкім анықтап шығара алған жоқ. Бұл біріншіден. Екіншіден, генетикалық деп айтпайтын себебіміз сол қан қысымы пайда болған адамдарда, немесе тұқымында сондай қан қысымы бар адамдарда, солардың кішкентай кезінде гипертензиялық маркер дейтін нәрсе табылған жоқ. Мәселен, рактарда бар, көптеген ауруларда маркерлер бар. Ал қан қысымында ондай маркерлер жоқ. Мысалы, әгер ондай маркер болған болса, біз кішкентай 10-15 жасында қанын тексеріп, о сенде кейін келешекте қан қысым болады деп алдын ала болжам жасауға болар еді. Сондықтан да оны генетикалық деп айтпайтын екінші себебіміз осы. Үшіншіден, генетикалық деген сөз адамдардың құлағына тым жақсы естілмейді ғой, түрпідей тиеді. Генетикалық деп айтатын болса, ол тұқымнан осы ауру бар, ол генетикалық ауру десе, ол бір қоғамдық мәселені келтіріп шығарады. Сондықтан да меніңше ғалымдар қазіргі ғылымда көбінесе гипертензияны, яғни қан қысымының көтерілу ауруын генетикалық ауру деп нақтылап айтпайтын себебіміз осы. Сонда бұл давление, қан қысымы не себептен екенін әркімге жауап болмаған? Жаңағы бірінші типтегі, яғни дербес қан қысымы, яғни орысшалап айтқан эссенциалды қан қысымы деп аталады. Бұның ешқандай себебі анықталған жоқ. Ал бұнда жаңағындай генетикалық тұқымынан осындай бір былай жалғасып келе жатқан мүмкіншіліктер бар дейді. Ал оған қосқан тұрмыстық жағдайлар. Мәселен, рухани күйзеліс дейміз, жаңағы тамақ дейміз, қоршаған ортадағы өзгерістер дейміз, қимыл қозғалыстың аз көптігі дейміз, осы сияқты нәрселердің оған қосылған мәселен темекі, спирттік ішімдіктер, осы сияқты нәрселердің барлығы келіп әсер еткенде жаңағындай сезімталдығы жоғары адам тұқымында бар адамдар гипертензия ауруына оңай шалдығады. Сонда жаңа біріншісі дербес дедік, екіншісі осы зиянды дедік. Қоршаған орта әсер етеді. Дұрыс. Ал тағы да бір сұрақ қойсам,
осы адамдарда қан қысымы диагнозын қойса, олардың барлығын дәріге отырғызады. Өмір бойы дәрі ішетін, қан қысымын түсіретін дәріге отырғызады. Ал соны басқа дәріге отырғызбай емдесе бола ма? Жаңағы бірінші типтегі қан қысымы, яғни дербес гипертензия деген ауруды дәрісіз басқа тәсілдермен емдеп кетуге, немесе қан қысымын реттеуге болады деген қазіргі ғылыми айналымда ондай теория да жоқ, нақтылы клиникалық мысалдар да жоқ. Бірақ сөзбен айтқанда, сен дербес қан қысым ауруына, яғни гипертензияға шалдыққан екенсің, өмір бойы дәрі ішесің. Ал жаңа сүлік қойып деген сияқты тәсілдермен хиджама, сүлік, пиғақ көмектесе ме? Мен өзім жеке басым бұл қан қысымды реттейді дегенге сенбеймін. Бірақ халық емінің ішіндегі кейбір әдіс-амалдардың қан қысымының реттеуіне белгілі деңгейде әсер ететіні ол шындық. Ал сүлік дейтін болса, мәселен сүліктің сорып алатын қанның мөлшері сенің жалпы организмдегі айланып жүрген қанның көлемімен салыстырғанда ол бір тамшыға да жетпейді. Ал сол бір тамшы қанмен сенің қанның объемы азайып кетті, олай болмас. Бізге сүліктің керегі, сүлік қанды сорып алу үшін қыл тамырлардағы қан өте жіңішке жерде сорылмайды ғой. Соны кеңейту үшін сүлік өзінің сілекейінің ішінен өте көп мөлшерде токсиндерді бөледі. Сол токсин бараттағы сол жергілікті орында қабыну процесін уақытша келді қыштат, қан тамырларын кеңейтеді, содан барып сүлік моменттік қас қағымда қанды сіңіріп алып домалап түсіп кету керек ол. Бізге керегі сол сүліктің сілекейіндегі токсиндер. Ол организмге белгіленген антиген болып есептеледі. Осы антиген енді организмнің иммундық жүйесіне әсер етеді. Сөйтіп, иммундық жүйесін стимулдеу арқылы соған тән антителаны пайда қылады. Ал бұл пайда болған антитела бір ғана сүліктің жаңағы токсиніне, яғни антигеніне қарап емес, басқа көптеген ауруларға пайда қылуы мүмкін. Сондықтан біздің сүлікті қолданатын себебіміз осыдан. Ал тамақтарды, яғни диета ұстап, мысалы кофені азайтып, тұзды тамақтар, тәттіні азайтып, көбірек қимылдап болса артериялық қысымнан құтылуға бола ма? Құтылуға болмайды, бірақ артериялық қысымның деңгейін бәсеңдетуге. Сонымен бірге, сол гипертензияға ішетін дәрілердің саны мен дозасын азайтуға болады осы арқылы. Мәселен, бұрын бір таблетка ішіп жүрген болсаң, сен арықтап, қалыпты әрекет жасап, өзің осындай өзіңді жақсы реттеген болса, мүмкін бір таблетканың жарты таблеткада жететін шығар. Сондықтан оның қимыл қозғалысының керектігі осында. Содан соң көп кездесетін жағдай, мысалы бір адам дәрі ішіп жүреді, давлениесін өлшеп жүреді, күнде қан қысымын 120-80 көтерілмейді, мен давлением көтерілмей, қан қысым көтерілмейді екен еді, дәрісін ішпей қояды. Содан соң қайтадан көтеріледі. Осыны бір жақсылап түсіндіріп берсеңіз. Гипертензияға шалдыққан адамдар өмір бойы дәрі ішу керек. Екіншіден, жаңағындай гипертензияны мен мұнда оңшап жіберем дейтін жалған ақпаратқа сенбеу керек. Ол болмайды. Үшіншіден, гипертензияға шалдыққан адам өмір бойы осы аурумен кетеді екен, бірақ сондықтан ол өте қорқынышты деп өзін үрейге салуға болмайды. Гипертензия ауруы өмір бойы сенімен бірге жүреді, бірақ қорқынышты емес. Қорқынышты емес тек сен өз уақытында дозасы мен жеткілікті деңгейде гипертензияның дәрісін ішіп отырсаң, оның организмге тигізетін зияны, яғни ми, жүрек, бүйрек, тағы басқа органдарға тигізетін зиянды әсері ең төменгі деңгейде болады. Сондықтан да көп адамдар былай айтады, мен дәріге байланып қалдым, осы дәріден құтылсам болар еді дейді. Сонда мен ондай адамдарға айтар едім, сіз гипертензияның дәрісін, яғни давлениені түсіретін, қан қысымын түсіретін дәріні ішкендегі сізге келтіретін зияннан сіз ішпей қойғандағы зиян 10 есе 100 есе артық болуы мүмкін. Инфаркт инсульт. Әрине. Сондықтан ары қарай айтатын болсақ, мысалы кейбір біздің, әсіресе біздің қазақ халқында бұндай әдет көп. Ауылдардан мысалы басымның сақинасы ұстап қалып, шайды жақсылап ішіп теріліп сақинасын алсам, бітті, осымен ауыру жазылды. Бұл өте қате көзқарас. Гипертензияға шалдыққан адамдар давлениенің дәрісін өмір бойы өз уақытында жеткілікті дозада ішу керек.
Бұл жерде жеткілікті доза дегеніміз сол жоғары қан қысымын қалыпты немесе қалыпты деңгейге жақын деңгейде ұстап тұра алатын мөлшердегі дозаны айтамыз. Ал осыны өмір бойы ішу керек, уақытында ішу керек. Ал ішпей қойғанда қандай жағдай болады десе, ол өзінде гипертензия бар. Адам баласында кей кезде көңіл күйі жақсы болмай қалады, немесе бір той томалаққа барғанда артық тамақ жеп қояды, немесе белгілі бір себептердің ұйқысы қанбай қалады. Сондай кезде қан қысымы бірден көтеріледі. Себебі оны ұстап тұратын механизм жоқ қой. Ал оның қан қысымын көтеретін механизм оның организмде жеткілікті. Оны кейінгі тақырыптарда айтамыз. Сондықтан қан қысымы бірден көтерілгенде ұсақ майда артерияларда спазм пайда болады. Немесе әсіресе мидың артерияларында кейбір бүйірлер томпиып шығып артериялардың мұндай ұяшық пайда болады. Сол жерде қанның иірімді ағысы